Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сын есім. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру, сөйлемнен сөз таптарын табу. Ал енді балалар, сын есім дегеніміз не? Топтастырайық. Сын есім дегеніміз заттың сынын, түр-түсін, дәмін, пішінін, көлемін білдіретін сөздерді айтамыз. Сын есімнің қай деген сұрақтары бар. Балалар, есімізде сақтайық. Балалар, біздің тарауымыз атақты тұлғалар болғандықтан, мына сұрақтарға мұқият жауап берейік. Әлемнің екінші ұстазы кім? Ұлы жүздің төбе биі кім? Қорқақ қол бастамайды. Оған жауап: әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби. Ұлы жүздің төбе биі Төле би. Қазақтың батыры Бауыржан Момышұлы. Қазақ палуаны Қажымұқан. Күй атасы Құрманғазы. Мерген қыз Әлия Молдағұлова. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқулықтан 56-шы жаттығуға қарайық. Мәтінді тыңда. Жасы 80-ге тақаған кезде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атқа мінгізіп, көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйеде шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Ал балалар, осы мәтін бойынша серпілген сауал әдісін өткізейік. Мәтін кім туралы? Көштің басын қайда бұрды? Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған? Қарт батырдың жасы нешеде болды деп ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап жазайық. Ал балалар, енді жеке жұмыс. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетінін тап және белгіле. Егіннің жайын еккен білер. Ексең егін, ішерсің тегін. Сәуір болмай, тәуір болмас. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Айлалы батыр алдырмас. Еңбегің қатты болса, тапқаның тәтті болар. Бүгінгі атақты тұлғалар тақырыбымызға байланысты видеоролик көріп алайық. Алталаш қайбын асқан Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапраш Наурызбай, Шақшағұлы Жәнібек сынды қол бастаған қаһармандар қатарында Албан Райымбектің есімі де ерекше құрметпен аталады. Райымбек Түкеұлы 1705 жылы қазіргі Алматы облысында дүниеге келген. Батыр қолбасшы, ұлы жүз Албан ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан. Қангелді немересі Райымбек 3 жаста ат басын алып жүріп, 5 жаста өзі ат ұстап мініп, жылқы айдапты. 7 жасында белгілі жігіттердің сапында жылқы бағуға жарамды болған. Хас ұрпағы мен барда, батыр баба әрқашан, ерлігімен елге арна, сол арнаның бүгін мен көсіл аққан бұлағы, бетімді қағыс қағатын, өгей соққан жел бар ма? Жауым да жоқ, дауым да жоқ, еркін өссер елім бар, Алтай арқа Алатау жайнап тұрған жерім бар, рухына тәуетер Райымбекте ерім бар, келешекке кең барам, кемел жүрер сенім бар. Ахмет Кендірбекұлы. Жыр дастандардан, аңыз әңгімелерден бүгінге жеткен деректерге үңілсек, Райымбек батырдың елін, жерін қорғаудағы жанкешті ерлігін көреміз. Аруағына бас иеміз.
Екі жақты күнделік әдісі арқылы мәтінде сипатталған кейіпкер туралы жоғарыда көрген бейнеролик және тыңдалым негізінде сын есімдерді қатыстыра отырып сипаттаңдар. Мәтіннен сын есімдерді тауып сұрақ қоямыз. Екінші, мәтіндегі кейіпкерге сын есімдерді қолданып сипаттап жазамыз. Келесі тапсырма кестедегі адамға тән қасиеттерді сын есімнің сұрағын қоя отырып жазамыз. Жағымды жағы, қайырымды, жағымсыз жағы қатыгез. Ары қарай тапсырманы жалғастырып, орындап көрсетеміз. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Сөздіктегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкестігін сын есімнің сұрағын қоя отырып тап. Сөздік. Мысалға, аю ақ, қар ақ, шоколад қара. Қара түспен сызамыз. Түлкі қызыл, қызыл түспен сызамыз. Раушан қызыл, қандай қызыл, қызыл түспен сызамыз. Балапан қандай сары, яғни сары түспен сызамыз астын. Шырша қандай жасыл, яғни жасыл түсті қарындашпен сызамыз. Сабағымызға кері байланыс берейік. 5 сұрақ, 1 сөйлем әдісі арқылы сұрақтарға жауап жазайық. Үйге тапсырма, құрамында сын есімі бар сөйлемдерді жазып келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.